Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Сіздермен бірге бүгін мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы еңбекші Қазақ аудандық филиалының оқытушысы Балжан Жақсылық қызы Ахметова. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы саяхатқа шығар алдында. Грамматикалық тақырып көру модальдік етістігі. Сабақта кездесетін жаңа сөздермен таныс болыңыздар, менімен бірге қайталап отырыңыздар. Мәдениет, тарих, құм, серіктес жолаушы, теңіз жағасы, тарихи жерлер, құм қалашық, көрнекі жерлер. Жаңа сөздермен таныс болсаңыздар, сабағымызға қатысты бірінші тапсырма бойынша берілген мәтінді менімен бірге оқып отырыңыздар. Мен саяхаттауды ұнатамын. Саяхаттау ел жер аралау ғана емес, сонымен қатар уақытты қызықты өткізу. Саяхаттау кезінде сен өзің білмейтін көп нәрселерді көресің, танысасың. Әр адам әртүрлі саяхат түрін қалайды. Мысалы, бір адамдар экотуризмді қаласа, ал енді бір адамдар танымдық туризмді қалайды. Мәтінді оқып болсаңыздар, екінші тапсырма берілген сұраққа жауап беріп отырыңыздар. Саяхатқа шығар алдында не істеу керек? Тамаша. Сұраққа жауап беріп болсаңыздар, сабағымызға қатысты грамматикалық тақырыпқа тоқталайық. Көру модальдік етістігі. Көр қосымша мағына үстейтін көмекші етістік. Көр көмекші етістігі салт және сабақты етістіктердің барлығымен тіркеседі. Кесімді күрделі етістіктің құрамында көр көмекші етістігі байқау мағынасын білдіреді. Мысалы, бұл мәліметтерді интернеттен іздеп көрейін. Құжаттарыңызды тағы да қарап көріңізші. Көр көмекші етістігі арқылы жасалған алдыңғы сыңары келер шақ көсемше түрінде қолданылатын етістік бұйрық рай формасында ғана жұмсалады. Мысалы, мына сандықты аша көрме. Сабағымызға қатысты үшінші тапсырма. Берілген сұрақтарға жауап беріп отырыңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, тексеріңіздер. Мына кітапты оқыдыңыз ба? Аты қызық екен, оқып көрейін. Сен менімен бірге тауға баратын болдың ба? Білмеймін. Ойланып көрейін. Келесі аптада демалысқа шықсам бола ма? Бастықтан сұрап көрейін. Сымбат, сен ойланып көр, жаман ұсыныс емес. Жарайды, әкеммен ақылдасып көрейін.
Сыйлыққа не алсам екен? Сен дүкеннен қарап көр, табасың. Құрметті тыңдаушылар, тапсырманы тексеріп болсаңыздар, 4-ші тапсырмаға көшейік. Адасқан сөздерді орындарына қойып, сөйлем құрап жазып шығыңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, тексеріңіздер. Мен достарыммен шетелге саяхатқа шығып көрмекпін. Тарихи қалаға барып көремін. Өмірімде шетелге ең бірінші саяхатым. Ол жерде құм қалашыққа, теңіз жағасына, мәдениет орталығына барамыз. Тапсырманы тексеріп болсаңыздар, 5-ші тапсырма. Диалогты менімен бірге қайталап оқып отырыңыздар. Сіз саяхатқа кіммен шыққанды қалайсыз? Отбасыммен шықсам деймін. Демалысқа досыңызбен бірге барып көрдіңіз бе? Жоқ, тек отбасыммен барып көргенмін. Жақсы, диалогты оқып болсаңыздар, назарларыңызға үй тапсырмасы. Берілген суреттерге мұқият болыңыздар. Төменде берілген сөздерді оқыңыз. Сізге саяхаттаған кезіңізде қасыңыздағы адамның қандай мінезі ұнауы мүмкін. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.